Қызылорда қаласы Коммунизм районы. Қаратал көшесінен жер үй сатылымға шыққалы тұр. Қаратал 68-ші үй. Мына жақ бөлігіміз Қорқыт Ата көшесі, Айсұлу магазинінің жақын. Ауласы толықтай қоршалған. Мына жақ тұсымызда септик орналасқан. Ені 3 метр, ұзындығы 2 метр. Времянкінің көрінісі, Времянка 2008-де қам-кесектен салынған 4 бөлме және де плановый үй. Бұл үйіміз 2020 жылы салынған қам-кесектен. Фундаменттің биіктігі шамамен 80 сантиметрді құрайды. Мына жағымыз котельный. Үйдің іші толықтай стяжка құйылған, толығымен жылумен қамтылған, теплый пол. Мына жағымыз ас бөлмеге арналған. Су барлығы келіп тұр, септик жүргізілген. Мына жақ тұсымыз жуыну бөлмесі мен әжетханаға арналған. Бұл жақта да барлығы жүргізілген, септикке арнайы орын қалдырылған. Және де осындай холл, осы холлдан 2 жатын бөлме және де 1 қонақ бөлмесі бар. Үйдің жалпы ауданы 150 квадрат метрді құрайды. Бірінші жатын бөлмесі. Екінші жатын бөлме. Үйдің парабойына жүргізуге арналған. Мынау қонақ бөлмеміз. Үйдің есіктері де алынып қойған, қалған есіктері котельныйде тұр. Осындай әдемі ақ есіктен алып қойған. Және де еденіне паркет себеті де жақсы таңдалған. Паркет толығымен осы үйге арналған паркет. Бау-бақша егетін орны бар. Артқы жақ көрінісі. Времянкінің көрінісіне қарай өтетін болсақ, кіреберіс прихожкасы, газ, және де мына жақ тұсымызда қол жууға арналған орын. Мына турамызда 1 бөлме, едені ЛДСП. Мына жақ тұсымыз ас бөлмесіне арналған. Толықтай газ, жылу, свет қамтылған. Және де мына жағымызда 1 бөлме. Кондиционері бар. Үйді сатып алған кезде, осы Времянкеде отырып, үлкен үйді асықпай бітірсеңіздер де болады. Және де мына жағымызда тағы да қосымша 1 бөлмесі. Мына жағында жуыну бөлмесі мен әжетханасы бар. Басқа да сұрақтар жөнінен көрсетілген нөмерге хабарласыңыздар.